мүгедектігі бар азаматтардың құқығын қорғау аясында 20 ақпаннан бастап бізде конвенция қабылданды. Ал спортшы ретінде бұл қолдауды қалай сезінесіз? Мен тек қана жаңағы депутат емеспін деп айтамын. Мен жаңағы осы спортшылардың, басқа да адамдардың, оның ішінде пара спортшылардың өкілімін. Жаңа Қазақстан деген не? Және осы елдің болашағын сіз қалай көресіз? Ол жаңарудың белгісі. Жаңа бағытқа қадамның белгісі. Қазақстанда әр азаматқа тең мүмкіндік беру саясаты жүргізілуде. Ерекше қажеттілігі бар жандарды қолдау осы бағыттардың бірі. Бүгін біз көру мүмкіндігінен айырылса да, спортта да, саясатта да жетістікке жеткен депутатпен сөйлесеміз. Оның өмірі елдегі әділетті қоғам құрудың нақты дәлелі. Студиямыздың бүгінгі қонағы мәжіліс депутаты Кенжеғұл Сейітжан. Кенжеғұл мырза, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет, қош көрдік. Кенжеғұл мырза, президент Тоқаев сізді президент жанындағы әлеуметтік осал топтардың құқығын қорғау жөніндегі уәкіл қызметіне тағайындады. Негізі президент Тоқаев жаңа Қазақстанның негізгі қағидаларының біріне әлеуметтік әділеттік және инклюзивті қоғамды қойды. Сіз осы бағыттың дамуын қалай бағалайсыз? Рахмет, сөз бергеніңізге, шақырғаныңызға. Бірінші, екіншіден осындай сіздер сияқты каналдар арқылы жалпы мүгедектігі бар азаматтардың құқы жайлы, осы мүгедектігі бар адамдардың жалпы халықтың әлеуметтік осал санаттарының құқықтар жөніндегі өкіл ретінде жасалып жатқан нәрселердің барлығын сіздер арқылы ақпарат беруге өте қуаныштымын. Оған біріншіден рахмет айтқым келеді. Екіншіден, жалпы әлеуметтік санаттағы қорғалмаған және де қорғауды қажет ететін проблемалар көп, сұрақтар өте көп. Бір министрліктің өзі шамасы жетпей жатыр. Өздеріңіз білесіздер, бізде әлеуметтік қорғау және жұмыспен қамтамасыз ету министрлігі бар. Соның ішінде бірнеше департаменттер бар, бірнеше комитеттер бар. Сол комитеттердің өзі жаңағы ресурстар үлкен ғой, жасап жатқан бағдарламалар да көп. Өзіңіз білесіз, 23 жылдың сәуірінен бастап жаңа әлеуметтік кодексі қабылданды, жұмысқа енді. Бұның барлығы осы жалпы әлеуметтік осал санаттағы адамдардың құқықтарын, соларға көмек, соларға әлеуметтік мемлекеттік көмектерді жасау үшін осы кодекс жасалды. Енді осы кодекстің аясында да, басқа да заңдардың аясында да көптеген жаңағы заңдар жасалып жатыр. Әсіресе мына мүгедектігі бар азаматтардың құқығын қорғау аясында, өзіңіз білесіз, 2015 жылдан бастап, 20 ақпаннан бастап бізде конвенция қабылданды, балалардың құқы жайлы конвенция қабылданды. Басқа осы санаттарға жататын адамдардың құқы жөніндегі неше түрлі жаңағы конвенцияға халықаралық деңгейдегі заңдар, халықаралық деңгейдегі Біріккен ұлттар ұйымының қаулылары түгел енді Қазақстан ратификация жасап қабылдауда. Мәжіліс депутаты ретінде 8 шақырылымның осыған мен өзім қолымнан келгенше заңдардың араласып, осыған мәжілісте бар заңдарға қолымнан келгенше өзгерістер енгізіп жатырмын. Енді жалпы осы өкіл ретінде жасалып жатқан жұмысты айтатын болсақ, енді қазіргі уақытта өкілдің аппараты жоқ. Енді оған әрине біздің халықаралық ұйымдар, Біріккен ұлттар ұйымының ұсыныстары да жасалып жатыр. Осы әлеуметтік осал санаттағы құқықтар жөніндегі өкілдің аппаратын жасау, оның аясын кеңейту, жұмыс аясы енді кең ғой. Соған ақша бөлу, бағдарламаларын ақша бөлу, енді ол жайлы үкіметке өте көп ұсыныстар жасалып жатыр. Енді ол үкімет өзі бөлек қарар. Бірақ өзім осы екінші адам ретінде, бірінші өзіңіз білесіз, 2023 жылдың ұмытпасам 28 наурыздан бастап
24 жылдың 1 ақпанына дейін Светлана Жакупова, Светлана Кабикенна жұмыс істеген. Қазіргі әлеуметтік қорғау және жұмыспен қамтамасыз ету министрі. Одан кейін енді маған бұйырды осы жұмысты атқаруға. Мен бұл жұмысты президентіміздің маған артқан сенімі деп білемін, сенімі деп қабылдадым да, соған қолымнан келгенше аппарат болмаса да, сондай жаңағы өкілдің проектный офис деп, проект жобасы деп құрып, жаңағы сондай бір мәселелерді көтеріп келе жатырмыз. Депутаттық сауал оққан кезде де жаңағы азаматтармен ақылдасып, осының жаңағы бұзылған құқықтарға байланысты көптеген мәселе айтып, бүгінде осы жаңағы бүгінде мысалы Конституциялық сотқа барып, мына мүгедектігі бар азамат жаңағы пойызда 2015 жылы ұмытпасам жаңағы министрліктің сол кездегі сауда және сауда министрлігі сол кезде жаңағы заң қабылдаған 44-ші параграфтың 2-ші тармағында жаңағы мүгедектігі бар азаматтар пойызға кірген кезде билетімен төлқұжатымен бірге тағы да мүгедектігі жайлы ақпарат беру керек деген. Ол болмайды, ол жаңағы адамның жеке ақпаратына сай келмейді. Жеке ақпарат таратуға байланысты ол сай келмейді. Біздің конституцияға сай келмейді. Ол дискриминация, жаңағы некеде дискриминация. Осының барлығын бүгін айтып, соны жеткізіп, бүгін біраз сөз де берді маған, сөз де айттым. Жаңағы құқық қорғаған кезде барлық үкімет болып, бір ғана мына әлеуметтік қорғау және жұмыспен қамтамасыз ету министрлігі ғана емес, барлық біздің ұмытпасам 20 министрлік не істеу керек? Барлық адамдардың, оның ішінде мүгедектігі бар адамдардың, оның ішінде әлеуметтік осал санаттағы адамдардың құқығын не істеу керек? Барлығы теңдей қорғау керек. Бір үкімет болғандықтан әрқайсысы жаңағы өзінің саласында, мысалға көлік саласында бөлек, су саласында бөлек, жаңағы сауда саласында бөлек, әрқайсысы өзіне тиесілі жағын не істеу керек? Қорғау керек. Осы барлығын біліп, осы институттарды жаңағы бала құқығы жайлы институтты, бала омбудсмені бар, әлеуметтік осал санаттағы омбудсмен бар, мен тағайындады. Одан кейін өзіміздің адамдар құқықтар жайында омбудсмен бар, кәсіпкерлердің омбудсмені бар. Осының барлығы не? Біздің институттарымыздың, азаматтық институттардың дамуына біздің президентіміз өте үлкен көңіл бөліп, осындай жаңағы жұмыс істеткізіп жатыр, біз істеп жатырмыз қолымыздан келгенше. Ал спортшы ретінде бұл қолдауды қалай сезінесіз? Спортшы ретінде бұл қолдауды енді спортшылар да өте жақсы сезінем. Не үшін? Себебі мен бұны пайдаланам. Жаңағы неге келген кезде мен тек қана жаңағы депутат емеспін деп айтам. Мен жаңағы осы спортшылардың, басқа да адамдардың, оның ішінде пара спортшылардың өкілімін. Мен осы президент жанындағы жаңағы халықтың әлеуметтік осал санаттардың құқықтар жөніндегі өкілімін деген кезде кішкене басқаша қарайды. Хат жазған кезде де басқаша қарайды. Сондықтан өте жақсы қабылдадым, өте жақсы пайдаланам. Одан кейін ең бірінші мен осы 2 ақпанда сайлаған кезде 2024 жылы мен неге Алматыға бір спорттық іс-шара үшін кеткем, сұранып. Сонда өте қатты қуанып, себебі сонда спорттық шара болып жатқан кезде сондай бір жақсы әсерде болдым да, міне спорт болып жатыр, осындай азаматтардың тек қана жаңағы әлеуметтік қорғау емес, спорттық жағынан да әлеуметтік қорғау керек деп осындай бір жақсы оймен қабылдадым. Сондықтан менің президентім деп айтам, себебі өзім кезінде дауыс бергем, жаңағы штабына да кіргем, сайлау штабына. Көбісі айтады, ойбай, жағымпаздар жоқ,
себебі мен өзім таңдауым болды, өзім таңдау жасадым. Сондықтан өзім де қатыстым мысалға үгіттеуге, насихаттауға. Ол кезде мен мысалға білген жоқпын, мысалға депутат боламын деп, немесе жаңағы әлеуметтік халықтың әлеуметтік осал санаттағы құқықтар жөніндегі өкіл болады деп мен мысалы оны ойлаған жоқ. Бірақ өзім таңдау жасадым 2019 жылы мысалы президент сайлауы болған кезде. 2022 жылда президенттік сайлау болған кезде мен де осыны өзім таңдау жасадым. Кенжеғұл мырза, айтыңызшы, мысалы президент Тоқаев меритократия принципі бойынша Қазақстанда әр азамат өзінің қабілетіне, өзінің мүмкіндігіне сай өсетін қоғамға айналамыз деді. Сіз сондай азаматтардың бірісіз, иә? Осыған байланысты сіздің көзқарасыңыз қандай? Менің көзқарасым дұрыс, өте жақсы идея. Мен айтып, ол ұлттық бір идея ретінде қазір қабылданып жатыр. Ол жақсы, ол сондайды жаңа көрсетіп жатыр, осындай болу керек деп. Әр адам өзінің мамандығына сай, өзінің деңгейіне сай, сол салада білетін адам ретінде жаңағы сайлану керек, сол ретінде таңдалу керек, сайлауға да түсу керек, халық та оны өзі таңдау керек. Сондықтан мен ойлаймын, енді мына президенттің тікелей сайлауымен біз келгендіктен, тікелей тағайындауымен келгендіктен, мен ойлаймын, негізі рахметімді айтқым келеді. Себебі мен шынымен де осы халықтың әлеуметтік осал санаттағы құқықтар жөніндегі соны көргеннен кейін, соны білгеннен кейін, соның ішінде өзім жүргеннен кейін, әртүрлі құқықтардың тапталғанын, кейде жаңа тапталғанымен оны қайтадан қалпына келтіргендіктен, соның жолдарын білгендіктен, мен ойлаймын, дұрыс шешім болды деп, жаңа оның президент әкімшілігі дұрыс ұсыныс берді деп ойлаймын, есептеймін. Шын жүректен рахметімді айтқым келеді. Қолымнан келгенше президенттің сондай жаңа меритократияға байланысты ойын қолымнан келгенше жасап келем, айтып келем. Көп жерде кейде емес, қалпынша қатты айтам. Мына үкімет мүшелеріне де қатты айтам. Мен айтам, сын түзілмеген жерде мін түзілмейді. Біз дұрыс сын айтуымыз керек. Мен айтам сіздерге, мен бір аспаннан ала салған жоқпын. Мен бір жерден алып келген жоқпын. Мен соны өзім пайдаланғаннан кейін, соны сол салада болғаннан кейін, соны көргеннен кейін, маған кейбір айтады, сіз қандай, мысалға, айтақ көп отбасы бар, отбасынан мен шықтым. Мысалы, кімде 19 ағайыны бар? Айтыңызшы, кімде? Әрине, енді қазір біз 11-іміз қалдық, бірақ дегенмен де. Кімде? Көбісінде жоқ. Қазақтың қазіргі 70%-ында мысалға жоқ. Мен білем бе ол проблеманы? Білем. Қалай білем? Мысалға, біз көп балалы аналарға не істеуіміз керек? Толықтай жағдай жасауымыз керек. Оны біз мысалға біздің партиямызда, жаңа Қазақстан халық партиясы, депутаттық сауалда да көптеген жолдап жатырмыз, айтып жатырмыз, үкіметке соны қолымыздан келгенше жеткізіп жатырмыз. Енді екіншісі, әлеуметтік салаға кім кіреді жаңа? Мүгедектігі бар азаматтар кіреді. Білем бе ол саланы? Білемін. Не үшін? Өзімде бірінші топтағы көз жанарынан мүгедекпін мысалға, оны былай тұрсын. Енді мысалға біздің зейнетке шыққан ағаларымыз, аталарымыз, әкелеріміз, шешелеріміз, аналарымыз, тәтелеріміз, әпкелеріміз, апаларымыз мысалға. Білем бе проблемалар? Білем. Не үшін? Өзімде мысалға отбасымда жаңағы пенсияға шыққан бірнеше тәтем бар. Олардың барлығы не істеп жатыр? Проблемалар қалды, пенсиялар аз. Аз болғандықтан балаларына көмектесу үшін, балаларында жаңа жалақылы ар болғандықтан немерелеріне көмектесу не істеп жатыр? Қосымша жұмысқа кіріп жатыр мысалы. Қосымша жұмысқа кіріп жатыр. Егер де біз жаңағы шетелдік сияқты оның барлығы жаңағы пенсиялары түгелдей жақсы бір пенсия мысалы 300-400 мың пенсия төленіп жатса, олар жұмыс істей ме қосымша? Жоқ. Ол мысалы қосымша жұмысты өзінің 1-2 сағатқа жұмысты, ол былай тұрсын. 1-2 сағат емес, кәдімгідей толық адам ретінде 8 сағат мысалы жұмыс істейді. Осы проблема ма? Проблема. Үшеу таптым ба? Үшеу таптым.
Сондықтан жаңағы айта берсең, жаңағы мен білетін жаңағы салалар көп. Сондықтан мен ойлаймын, тегінен тегін келген жоқпын, тегінен тегін неткен жоқпын, бірақ қолымнан келгенше қазірде мен депутаттық мандатымды пайдаланып, осы жалпы барлық біздің мына 4-5 тағы да болады қазір мына тұтынушы құқықтардың тұтынушылардың құқығын қорғау бізде заң бар мәжілісте. Осы салада да жаңағы омбудсмен болады, тұтынушылардың құқығын қорғау. Осында біз мысалға беріп жатырмыз. Соған байланысты мен осы бірнеше омбудсмендердің көріп араласқаннан кейін жаңағы қазір тағы да бір әріптесіммен, Марат Башенов кісі деген біздің әріптесіміз бар. Сол кісімен бірге біз заңға өзгерту енгізбек бір заң жасап жатырмыз. Ол мына омбудсмендерге байланысты заң. Сондықтан мен ойлаймын, осы президент айтқан ғой, үшінші жаңа мен тағайындап жатқанда, ұмытпасам, үшінші бабында барлық жаңағы осы омбудсменге, яғни халықтың әлеуметтік осал санаттағы құқықтар жөніндегі өкілдің жаңағы керекті жаңағы мәселелерді барлығын үкімет жаңағы мүшелері шешу керек деген, жаңағы қабылдау керек, ақшасы болсын, басқа да басқасы. Оны контроль, мысалға, оны жаңағы қадағалайтын, мысалға, президент әкімшілігі деп жазылған, мысалға, оны оқып жатсаңыздар. Ол сол сөздің өзі не керек? Яғни мен де басқа да осы үкіметпен жұмыс істеп, үкімет арқылы жаңағы заңды шығарып, қабылдатып, яғни үкімет жаңағы оған не істейді? Ең маңыздысы бұл жерде үкімет не істейді? Ақша шығару керек. Аппаратты қамтамасыз ету керек. Аппаратпен қамтамасыз ету керек. Ол аппараттың ішінде жаңағы адамдары кіреді. Осының барлығын адамдардың, мысалы, мен қазір шыны керек көп үлгермей жатырмын. Не үшін? Сен мысалы бір жағында менің жаңағы мәжіліс депутаты ретінде жұмыс істеп жатқан жұмысым бар. Екінші жағынан жаңағы не жұмысым бар? Жаңағы мына омбудсмен ретінде, омбудсмен деп айтады, немесе өкіл ретінде жұмыс істеп жатқан жұмысым бар. Әрине, өкілдік ол қазақша айтқанда тегін, ол да менің ойлаймын, ол дұрыс, ол қоғамдық жұмыс. Бірақ менің аппаратыма, менің көмектесетін адамдарға менің ойымша жаңағы үкімет ақша не істеу керек, қарастыру керек, бөліну керек. Иә, мені президент тағайындағанда мен тегін жұмыс істеуге дайынмын. Бұрын айтатын, адамдарға да айтатын, егерде сен осы жұмыс сенікі болса, 6 айдан 1 жылға дейін тегін жұмыс істеп көрді. Мен білем, мен жұмыс істедім кезінде де, тегін де жұмыс істедім, қазірде де мысалға 1 жылдан асып кетті уже, тегін жұмыс істеп, қолымнан келгенше жаңағы халқыма, еліме жаңағы көмегімді тигізіп жатырмын. Президенттің маған артқан қазақша айтқанда міндетін мен өзім ойымша қолымнан келгенше, өзімнің жаңағы осы берілген жаңағы мандатымның аясында, және де мына депутаттық мандатының аясында не істеп жатырмын, пайдаланып жатырмын халықтың мүддесі үшін. Кенжеғұл мырза, айтыңызшы, мысалы бүгінгі таңда жастарға көп мүмкіндіктер беріліп жатыр. Тоқаевтың реформасы аясында үлкен табысқа жету үшін қандай қасиеттер болу керек деп ойлайсыз адамда? Үлкен табысқа жету үшін ең бірінші адам жаңа Қасым-Жомарт Кемелұлы айтады, кітап оқыңдар деп. Өзі айтады, мына Абайдың адам болудың, адамның жаңағы бірнеше қасиеті ретінде мысалы айтады, кітап оқу. Не үшін? Адамды өсіретін, мен де өзімнің жаңағы аудио-видеоларымда айтам, адамды өсіретін не? Кітап. Неғұрлым маған білім болған сайын, білім ашылған сайын, әртүрлі кітап оқыған сайын адамның ой-өрісі өседі. Кітап арқылы өседі. Сондықтан жаңағы президентіміз айтып жатқан сол, біздің жаңағы оқитын ұлтқа айналуымыз керек. Оқитын ұлтқа.
Яғни біздің мына қазір кітапханаларында жөнге келтіріп жатқаны, кітапханаларға мүмкіндік беріп жатқандар. Оның ішінде жаңағы өзіңіз білесіз, жақында біз президентіміз қол қойды. Біз мына Марракеш келісімі, бұл мына мүгедектігі бар азаматтардың жаңағы ақпарат алуына байланысты, кітапты оқуына байланысты, әртүрлі баспа жаңағы заттарын оқуға байланысты жаңағы не шығады. Осының барлығы не? Осының барлығы халыққа, елге, жұртқа оқу. Себебі біздің жаңа аталарымыз айтқан ғой, оқы және оқы деп. Ол бір. Екіншісі жаңағы реформалардың ол ұмтылу. Сен бір орында отырмауың керек. Сен өзің еңбектену керек. Өзің істеуің керек. Мына миллетократияның біздің президентіміздің айтып жатқаны. Ол отырып алып маған бер. Тек үкімет маған міндетті деген философия емес. Ол сен егерде жұмыс істесең, алдыға қарай қадам жасасаң, азамат ретінде халқыңды жаңағы халқыңа еңбегіңді тигізсең, осы жаңағы сен де бағаланасың, сен де жаңағы үкімет те, ел де, халық та не істейді, бағалай, сенің өрісің де, деңгейің де, статусың да, жаңағы шенің де, жұмысың да бәрі өседі. Ақшаң да өседі. Сондықтан осы екі қадамның өзінде алып отырсақ, ол не? Халықтың ойлаудың, жаңағы меритократияның бір ғана бір бөлшегі. Оны айта берсек көп. Негізі президент Тоқаев әр азамат мемлекет назарынан тыс қалмауы керек деген сөзін сіз қалай түсінесіз? Әр азамат мемлекет назарынан тыс қалмау керек деген, ол менің ойымша азамат деген не істеу керек? Халқына. Бізде енді көбінесе мысалы заңдар шыққанымен оның пайдалануы, оның жаңағы жергілікті жерлерде ол заңды дұрыс пайдаланбауы, басқаша нету, осының барлығы жаңағы нені келеді, яғни теріс қылықтардың болуы, теріс нәрселердің болуы. Сондықтан президентіміздің жаңағы ойы, ол сен өзің мен мемлекетте осындамын деп айтпасаң, сен назардан тыс қаласың деген мағынасы. Сондықтан біз өзіміз айтып, қазақта бар ғой, жыламаған балаға емшек жоқ дейді. Бұл менің ойымша осы. Біз бір орында тұрмауымыз керек. Біз жаңағы мысалға спортшылар не істейді? Жетістікке жету үшін ылғи да өзінің жаңағы ойын, миын, одан қалды бұлшық етін ылғи да не істейді? Шынықтырады. Содан кейін келеді, тарс етіп жаңа. Сол сияқты бізде әр мүшеміз не істеуіміз керек? Құқықтық жағынан білімімізді ылғи да көтеріп отыруымыз керек. Ақпараттық жағынан, басқа да жағынан, мысалы отбасы жағынан, басқа да не істеуіміз керек? Жаңағы оқып, жаңағы мемлекетімізге не пайдамызды тигізуіміз керек. Менің бір әрқашанда айтатын, бір жақсы көретін, біздің де президент айтады, мына шетелдің президенті, Американың президенті мысалы. Дәл сол ойды айтады, келтіреді. Біздің президентімізді соны қазақша келтіреді мысалы. Ол мына Кеннедидің 36-шы президент Американың, сол былай айтады. Сен сұрама, не мемлекетің, үкіметің саған берді. Сен сұра, не үкіметіңе, мемлекетіңе өзің бере аласың деп. Дұрыс па? Дұрыс. Президентіміз де айтатын сол. Яғни біз не істеуіміз керек? Дамуымыз керек. Үкіметіміздің назарынан, мемлекетіміздің назарынан. Ол тек қана мысалға іш билік қана емес бізде. Бізде мысалға арбитр ретінде, жаңағы күзетші ретінде мысалға президентіміз ол. Айтады ғой, конституцияның гаранты деп, конституцияны орындалудың күзетшісі, соның жаңағы қараушысы деп. Ол дұрыс айтылған. Сондықтан президентіміз де айтатын сол. Біз әрқашанда әрбір адам жаңағы назарда болу керек. Үкімет ұмытып қалмау керек. Сондықтан біз әрқашанда айтып отыруымыз керек. Кейде айтылмаса, не үшін мысалы президент бізді де мысалы әлеуметтік осал санаттағы құқықтар жөніндегі өкілді де, балалар жөніндегі өкілді де, жаңа кәсіпкерлер жөніндегі өкілді де, мына қазір үкімет не тағайындайды,
оған жаңа президент әкімшілігі де сілтеме жасады. Тұтынушылық құқықтар жөнінде біз барлығымыз тұтынушымыз. Сонда жөніндегі өкілдің де, адамдардың құқықтар жөніндегі өкілді де қалмау керек назардан. Осының барлығына біз айтуымыз керек, бірге жұмыс істеуіміз керек. Қоғамдық, мысалға ұйымдар, қоғамдық бірлестіктер барлығы не істеу керек? Осы қоғамды өзгерту үшін, осы қоғамды жақсы жерге әкелу үшін барлық мүшелері не істеу керек? Назардан тыс қалмау керек бір-бірінен. Айтып отыруымыз керек, бір-бірімен араласып отыру керек. Сол үшін жаңа президенттің айтатыны сол. Мемлекеттің назарынан қалмауымыз керек. Ол тек қана мысалға үкімет мүшелері емес, ол тек қана министрлік емес, мен жаңа айтып отырмын. Барлығы кез келген осы біздің Қазақстан Республикасының, Қазақстан мемлекетінің, немесе қазақ елінің мемлекетінің адамдарының, мүшелерінің, азаматтарының бірге жұмыс істейтін, бірге жүріп жаңағы жұмыс істейтін міндеті. Бірге жұмыс істеуіміз, бірге қадам басуымыз керек. Бізге мысалға қазақстандықтардың, қазақтың өскені бізге ғана, қазақстандықтарға қазақ қана керек. Басқа ешкімге керек емес. Сондықтан назардан тыс қалмау керек деген осы мағынада айтылған. Осылай түсінемін мен. Жалпы Кенжеғұл мырза, сіз өзіңіз, сіз үшін жаңа Қазақстан деген не? Және осы елдің болашағын сіз қалай көресіз? Жаңа Қазақстан деп мен көбінесе айтпай, мен айтып екінші республика. Ол енді екінші республика деген біраз сөздерімде мен айтам, ол жаңарудың белгісі. Жаңа бағытқа қадамның белгісі. Әрине жаңа Қазақстан ол біз Қазақстан жаңарып кетпейміз. Көбісі айтады, ойбай тікелей жаңарып кетпейміз. Жоқ, ол жаңа Қазақстан, екінші республика деген жаңа президентіміздің сөзі, ол жаңашылыққа, жаңа өзгерістердің бізде ғана әрбір Қазақстанның, Қазақстан Республикасының азаматының міндеті жаңашылыққа, жаңа өзгеріс жасауға, креативті бір нәрсе жасауға, әрбір біздің қазақтың несі міндеті. Ол әрбір міндет. Не үшін? Бір нәрсе мысалға видео түсіріп алсың ба, әдемі видео жасасаң, ол жаңа ма? Жаңа көзқараспен жасасаң, ол да не? Елге бір әдемі жаңағы ақпарат, әдемі бір, мысалы менің өзімде мысалы сіздер жаңартып әдемі алып көрсетесіздер, соның өзі не? Ол да бір жаңашылыққа, жаңа бір бастамаға, елге бір өзгеріс енгізеді. Жаңа Қазақстан, екінші республика деген ол елді бірге жаңа өзгерістермен, жаңа бір сипатпен өзгерту, жаңа экономикамен өзгерту. Мысалы, жаңашылық болды ма Конституцияда? Болды. Мысалға, депутаттар 30% әйел азаматтар міндетті түрде мәжіліс депутаты. 30% жастар. Ол мүлдем жаңа идеология. Одан кейін мүгедектігі бар азаматтар. 30% ба? 30%. Жаңа ма? Жаңа. Не керек тағы? Бұл жаңа Қазақстан, екінші республика дегенде енді не? Мысалға, бірінші халықтың әлеуметтік осал санаттағы, жаңа айтып кеттім ғой, бірінші өкілі ол таза, көзі көреді, ешқандай әлеуметтік қиындығы жоқ, бұрын вице-министр болған азамат, мысалға, ол министрлікте жұмыс істеген. Мысалға, Светлана Кабикина тағайындалды. Одан кейін келіп, мысалға, 2024 жылы, 2 ақпанда президент мен тағайындады. Жаңашылдық па? Жаңашылдық. Не үшін? Соқыр адамды сонда биік деңгейге тағайындап, мүгедектігі бар азаматтар, халықтың әлеуметтік осал санаттағы азаматтардың құқы, осындай бір азаматтармен, мына Біріккен ұлттар ұйымының жаңағы конвенциясы бар, мүгедектігі бар азаматтарды қорғау, Бізсіз ештеңе болмау керек, бізсіз заңдар қабылдамау керек, бізсіз ештеңе қадам жасалмау керек деген үлкен философиясы бар, үлкен сөзі бар. Соны не істеді? Соны әкелді. Соны жаңа шылдық емегенде енді не? Көбісі айтады, ойбай, анау, ойбай, мынау жаңа жік болған кезде жаңағы ақша да жаңа болу керек, анау да жаңа болу керек. Біздің жоқ, олай емес. Жаңашылдық деген ол өзгеріс, жаңа деген өмірге деген бір өзгерістер, жаңа бір көзқараспен,
ескі көзқарасты қалдырып, жаңа бір заңдарға өзгерістер, осының барлығы не істеліп жатыр? Қазір қабылданып жатыр, істелініп жатыр. Иә, кішкене қиын. Иә, бірақ соңғы 3 жылда өте көп ғажап өзгерістер бар. Керемет өзгерістер бар. Демек, болашағы зор дейсіз ғой? Демек, болашақ әрине зор. Болашақ деген ол қазір міне. Біз бірге құрамыз. Сонда президент айтып отыр, бірге тыңдайтын мемлекет, тыңдайтын үкімет деген. Бар ма? Бар. Тыңдалып жатыр ма? Тыңдалып жатыр. Жасалып жатыр, бірақ ол қалай, ол басқа сөз. Ал жолдары бар ма? Бар. Жасалынып жатыр. Әрине, біз бірге оның барлығын не істеуіміз керек? Жасауымыз керек. Түсінікті. Құрметті көрермендер, бағдарлама аясында көтерілген тақырыпқа байланысты қандай да бір ойларыңыз болса, біздің арнамызға жазылып пікір қалдырыңыздар, сау болыңыздар. Рахмет, Алла разы болсын.